Достар, қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын дәмі өте керемет молочная девочка деген тортты дайындайтын боламыз. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып және комментарий қалдырамыз. Бөлек таза ыдысқа үй температурасындағы майымызды салып, оның үстіне жұмыртқамызды құямыз және қойылатылған сүтімізді, яғни сгущенкамызды осы ыдысымыздың үстіне барлығын құйып шығамыз. Сіздерге менен кеңес болсын, сіздер қойылатылған сүт таңдаған кезде оның сапасына, қою екендігіне және майлылығына қатты мән беріңіздер. Сол кезде сіздердің бисквиттеріңіз жақсы пісіп, торттарыңыз өте дәмді болады. Үстіне кішкене ғана тұз қосып жібересіздер. Шамамен 2-3 минуттай миксердің көмегімен жақсылап миксерлейміз. Мен айта кетейін, менің сгущенкамның фирмасы Деповская деген фирма, сол фирманыкін мен үнемі қолданамын. Және бөлек елегіштен өткізілген ұнмен қамыр қопсытқышымызды салып, тағы да 2-3 минуттай миксерлейміз. Сіздер ұндарыңызды салған кезде бірден миксерді қоспаңыздар. Бірінші қоспай тұрып миксердің көмегімен кішкене араластырып алып, содан кейін барып миксеріңізді қоссаңыздар болады. Оныңыз сол кезде жан-жаққа шашырап кетпейді. Дайын болған тестаңыздың жартысын осындай таза ыдысқа құйып, розовый түсті краскаңызды, бояуыңызды құясыз да, тек 2 тамшы ғана құйсаңыз жеткілікті. Осыны жақсылап араластырсаңыз, сізде розовый түсті тесто дайын болады. Мен молочная девочканы жасаған кезде үнемі осылай жасаймын. Яғни бір коржы ақ, екінші коржы розовый болады. Сол кезде сіздердің торттарыңыздың түсі де, түрі де өте әдемі болып шығады. Осындай пергамент қағазының үстіне кальцоны аламыз да, осылай дөңгелей етіп жайып шығамыз. Менің кальцомның диаметрі 20 сантиметр. Сол кезде 20 сантиметрмен пісіретін болсаңыздар, дәл осы рецептпен 7 корж шығатын болады сіздерде. Менде 4 ақ корж және 3 розовый шықты. Егер осындай кальцоларыңыз болмаса, дөңгелек етіп жайып, дөңгелек етіп сызып шығасыздар. Осылай 2,5 қасықтан тестаңызды салып, осылай біркелкі етіп тестамызды жайып шығамыз. Және 180 градуста қызып тұрған пешке 5-6 минут пісіріп аламыз әр коржды. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге видеодан көріп тұрғандарыңыздай 500 грамм өте қою клегей, яғни 33% болсын. Осы клегейімізді жақсылап миксерлейміз. Шамамен 3 минуттай кішкене қою болған кезде клегейіміздің үстіне қант ұнтағы, яғни сахарный пудрамызды саламыз және ванильді шекерімізді салып, жақсылап миксерлейміз шамамен 10 минуттай. Яғни сіздің клегейіңіз жақсылап осындай видеодағыдай қою болу қажет. Қою болғанша жақсылап миксерлейміз. Бірақ естеріңізде болсын, кремді, яғни клегейді көп миксерлемеңіздер. Сол кезде оның майы шығып, яғни майы мен суы бөлік болып, сіздердің кремдеріңіз іріп кететін болады. Сол себептен шамадан тыс миксерлемеңіздер. Осылай әр коржымызды кальцоның ішіне салып, оның үстіне 2,5 қасықтай кремімізді саламыз да, осылай біркелкі етіп жайып шығамыз. Кальцо болмаса, осылай корждарыңызды бірінен соң бірін крем жағу арқылы осылай жинайтын боласыздар. Менде осылай кальцомен жинаған өзіме ұнайды, яғни өзіме ыңғайлы. Себебі менің тортым түзу шығады. Сол себептен мен көбінесе кез келген тортты дайындаған кезде, яғни жинайтын кезде осындай кальцоның көмегімен жинаймын. Бізде дәл осы рецептпен 7 корж шықты.
Енді осы дайын болған тортымызды тоңазытқышқа салып қоямыз. Шамамен тоңазытқышта 2 сағаттай тұруы қажет. Енді тортымыздың сыртын сәндеуге крем дайындайтын боламыз. Тағы да осындай қою кілегейімізді таза ыдысқа құйып, кішкене миксерлеп аламыз да, оның үстіне творожный сырымызды саламыз. Және мен шамамен 3 ас қасық қант салдым. Егер сіздер қатты тәтті болғанын қаласаңыздар, 6 ас қасық қант қоссаңыздар болады. Жақсылап қою болғанша миксерлеп аламыз. Дайын болған кремімізді 2-ге бөлеміз. Және осындай кондитерский мешокты дайындап, дайын болған кремімізді осындай мешоктың, кондитерский мешоктың ішіне саламыз. Және осы екінші кремімізді жақсылап араластырамыз. Мен тек бір тамшы ғана бояу қостым. Осындай ақшыл, қызғылт түсті өте әдемі крем шықты. Енді тоңазытқыштан алып тортымызды осындай шетін пышақтың көмегімен ажыратып аламыз. Кольцомызды алып, осындай ақ кремімізді видеодан көріп отырғандарыңыздай астынан бастап осылай жағып шығамыз. Және шпательдің көмегімен осылай тортымызды түзулеп шығамыз. Жақсылап тұрып тегістейміз. Қыздар, мен бұл торттың негізінде асығыс жасадым. Сол себептен тортым өте дәмді болды, бірақ сыртындағы декоры кішкене өзіме ұнамады, яғни идеально шықпады. Сол себептен тортымның сыртына мән бермеңіздер, бірақ дәмі деген өте керемет. Бұл торт барлығына да ұнады, сондықтан осы рецептпен жасауды мен ұсынамын сіздерге. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сыртын қалай әрлесеңіздер де өз еріктеріңізде. Қалай ұнайды, солай әрлесеңіздер болады. Менде кішкене сұйық болған екен кремім, сол себептен мен кішкене мұздатқышқа қойдым. Тоңазытқышқа емес, мұздатқышқа, яғни морозильникке салып, 5 минуттай қайтадан шығарып, қайтадан тегістедім. Және торттың шетіндегі артық кремімізді салфетканың көмегімен, болмаса кішкене сүлгінің көмегімен осылай сүртіп тазалап алсаңыздар болады. Дайын болған тортты тоңазытқышқа салып, тағы да кемінде 1-2 сағат тұруы тиіс. Біздің тортымыз дайын болды. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Тортымызды кескен кезде қараңыздар, өте әдемі шықты. Сіздермен болған Ақбота.